Коннон эсас вакайлары акта тариф этмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева чалышам, хайрлы акшамлар. Саудия Арабистаны виза суалінде Қырым пропискасы олған адамларға инсан первер мунасибетлер көстере. Ахмеджетнің интернат мектебінде яны спортив мейдан açılды. Оның құружылығынан не қадар пара айрылды. Жанкой шәрі 102-ші доған күніні қайдете. Бұ сене Қырым мектеплеріне 20 біңден зияде бірінші сынып талебесі адым бастылар. Бірінші чаң байрамынен кенжелеріні ве студентлеріні Қырымның елбасшысы хайырлады. Сергей Аксенов насыл оқу мүсселеріні зиярет еткен ақта Фатиме Сейдаметова тариф ете. Бірінші көз автасыны Қырым елбасшысы Қырым чоқ профилі колледжінің студенттеріні хайырламасындан башлады. У каждого из вас большая перспектива. Надо только проявить себя, проявить лучшие черты своего характера, трудолюбие, упорство, находчивость, умение выходить из сложных ситуаций. И я уверен, что у каждого из вас сложится хорошее будущее. Колледжде бірінші тантаналы мерасимден соң студенттер одаларға кечтелер. Бұл ерде келечекте олажақ иқтисатчылар тупланды. Олар кураторнен танышылып, не үшін тамам бұл занатве колледжны сечкенлер ақта тариф етелер. Поступила я на специальность экономика и бухгалтерский учет. Выбрала эту специальность, потому что она востребованная на рынке труда. Чоқ профилі колледжінде студентлер чешет юнелешлер бойынша тәсіл алалар буашчы ве менеджерлер бақчаде ве қайнақчылар. Денис Кузнецов құружылық безатувышлері ұстасы зенатын огрене. Оз білгілеріні оянды бір қачкері халқара World Skills чемпионатында нумайыш атташымды оның ішлері колледжінің ұстақанесіні ярыштыра. Тут задействовано 4 декоративных штукатурки. И ласточкиное гнездо было сделано трафаретом, его специально вырезали и по нему я штамповал. Тут венецианская штукатурка, травертина и ласточкиное гнездо я делал краской обычной, просто краской. Құруджы студентлер колледжінің тамирінде фалиштырак етелер. Эм оқuvda, еміште олар айны мальземелерін ішлетелер. Бұ форчылар, мала, девар кяғытлары, декоратив сылав, яни шпаклевка. Эмде Қырым шаркетлерінде ве аттық қытада олмаған машиналар бұ ерде бар. Шлиф машины. Они облегчают труд ребят. Когда мы шпаклюем, то можно шлифовать не вручную, а шлифовать шлиф машиной. Они вместе с пылесосами идут, то есть пылью не дышат ребята, а спокойно работают. Жұмхурет реберлегі үшін студенттер оқуған ұстақынелерде экскурсия кечірілді. Sonra Сергей Аксенов Ахмеджеттегі мақсыз мектеп-интернатқа yol алды. Бұл оқу муссесиясының бірінші сыныфына білгі алмақ мақсадынен 9 кенже келді. Не буду я лениться, все буду успевать. Хочу я научиться читать, писать, считать. Бұл мектепте сағыр балалар тәсіл алалар. Бірінші дәрісте адетузре олар тербиежі ве сыныфдашларнен танышылдылар. Антонон ве оның еждашларының бірінші мектептет бірі яңы спортив мейданчықта кечті. Мектеп мүдір айтқанына көре осағыр балачықлары үшін яңы имкенлары чежақ. Мы очень давно ждали спортивную площадку, и мы ее получили ее прекрасно оборудованную, необходимое все для уроков физкультуры, для неклассных занятий спортом. Спорт – это та область, где глухой человек может себя показать и достичь результатов наравне со слышащими сверстниками, поэтому для наших детей это особенно важно. Бұл мейданчық ерлештірілівіне ве мектеп азбарының абаданлаштырылывына Жұмхуриетіміздің тәсіл елімбеяшлар везірлігі 8 миллион рублей айырды. Учебные заведения преображаются. Это дорогого стоит. На следующий год мы договорились, что заканчиваем в полном объеме остекление, ремонт и кровель всех школ и детских садов и всех учреждений среднего профессионального образования. Умумен бұл сене ермадамыздың мектеплерінде 200-ден зияде бала оқы, олардан 20 беңден зиядесі бірінші сынып талебелері дар. Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Ахмеджетнің 28-ші санлы мектебінде есе білгі байрамындан ғайры муссесінің 30 жылығы қайдетілді.
Талибе ве ожаларны хайрламақ için шерефлі мұсафірлер келді. Ахмеджет мемориетінде бірінші сыныпқа адым басқанларға менің бірінші китапханем китаплар комплектіні, башқаларға есе шер мемориетінің тимсаллерінің урбаларыны бағышладылар. Ендіден талибелер мектепні чеші тедбірлерде бұ киімлерде тақдим етежеклер. Ең истидатлы талибе есе Қырым Девлет Шурасындан стипендия тәйінленуі аққында шаадетнайменен тақдирленді. Беляловой Сусане Руслановне за значительные успехи в учебе, научной и творческой работе. С праздником, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Детям здоровья и только хороших и отличных оценок в дневниках, а педагогам и родителям сил и терпения. Ахмеджетнің 44-нче мектебінде Русия қараманы Алиме Абдынанова адына абиде açıldı. Мирасим мектеп азбарында Чаң байрамы кетишатында олып кечті. Бұл сене бірінші сыныфқа 200-ден зияде талибе қабул етілді. Мектеп қапуларыны біздің телевизион тақымымызда açtılar. Алиме Абдинанова адында мектептің қапулары 201 сынып талибелесі için açıldı. Олар арасында 7 яшлы София Сейтхалилова. Я проснулась рано, мне Анашка сделала прическу, оделась, цветы взяли. Мы почти паниковали, встретили подруг и пришли. Бүгін олар үшін ilk сефер бірінші чаң қақылды. Оқып елі башлағанынан еркезні Девлет Милетлерара комитетінің рейсі ве Қырым муфтисының ярдымчысы Раим Гафаров хайрладылар. Вершин познаний наших наук. Байрам тедбірі кетишатында Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Русия Федерациясы қарамағына Алиме Абдинанованың хатыра тақтасының тантаналы шекілде açılды. Тақта мектепнің ок тарафында ерлештірілді. Памятная доска, наверное, по праву сегодня занимает достойное место, как напоминание о том, что и школа носит имя героя России Алиме Абдинановой. И, конечно же, для наших учеников, чтобы они через всю свою жизнь пронесли любовь к своей стране, к своей родной земле. Мектепні Алиме Абдинанова шерефінде адламақ ғайысы тапы 2017 сенесі пейда олды. Адберілуф Мирасим августның 1-де Ахмеджет Девлет Шурасының топлашуында кечірілділер. Улу ватан женкі деверінде қыр хүчінжі сенесінің күзінде Абдинанова ишғал етілген Қырымға тұшты. Истихбарат группасы теркібінде о совет командалығының вазифелеріні беджеріп, Алман ве румын ишғалжелері ақта малюмат топлайды. 1944 сенесінің февраль айында группа тұтылды ве оның азалары апсетілді. Қатты ве девамлы сорғулардан сон 1944 сенесі апрелінің 5-де Алиме атып өлдірілді. Бүгін Алиме Абдинанова адына мектепте 1300 якын бала тасил ала. Муэссесе Ахмеджетнің ең яқшы 10 мектебі жетвеліне кірді. Наш народ процветает, растет на исторической родине. И школа номер 44 имени Героя России Алиме Абдинановой будет развиваться, расти своими будущими проектами. Бүгін мектеп талибелері үшін 544 Қырым мектебі өз қапуларына açты. Бірінші сыныпқа 24 бинге якын кенже қатнайжақ. Эльмас Аблакимова, Эрвин Мералиев, Миллет үшін. Оқув елі башланғаныны Қырым Муйдислік педагогика университетінің студентлері де қайдеттілер. Реберлер оларыны білгі конунен хайырладылар. Ожаларыны ве студентлеріні ярлықларнен ве тешекүрнемелернен тақдирледілер. Олар үшін университетінің чалғы ве хореографик коллективлері чықышта болындылар. Бүгін есе бұтын Қырым Муйдислік педагогика университетінің коллективі үшін эсас бақшыш бұл университетке Февзи Якубовның ады берілуі аққында эмир олды. Оны Қырым Жұмхуриетінің yolbaşçısı imzaladı. 90% yakın Kırım sakini Rusya prezidenti Vladimir Putin'nin işini algıçlay ve 80%dan ziyadesi sonki 5 yıl devamında Kırım Cumhuriyetinde vaziyet yaxşı tarafqa dönüşkeni hakkında bildirdiler. Bundan gayrı Cumhuriyet yolbaşçısına işanç seviyesi yükseldi. 75%ga yakın Kırım sakini Sergey Aksyonov Kırım yolbaşçısı vazifesinde ikinci müddetke kalganını isteyler. Eli arasında içtimai sorav geçirilgen son cemaat fikri Огренолювенен оғрашқан Умум Русия меркезі сайлавлар арфесінде кечірілген матбуат конференцияда бойле нәтижелерін сеслендірді. Социально-политическая ситуация в Республике Крым через призму вопросов
общественного мнения выглядит стабильно. Преобладает мнение о том, что ситуация меняется в лучшую сторону, причем как на 5-летнем горизонте, так и в течение последнего года. Уровень социального самочувствия довольно позитивный. Ақылсызлық ве параноидаль фобиялар. Боле сөзлерінен Қырым татарлар Қырым татар халқының Меджлесі адлы Русияда ясақ етілген тешкілятының лидері Рифат Чубаров сеслендірген Русияны террористик девлет деп танымақ чағыруына жауап берділер. Оның сөзлеріне көре бұның себебі Қырымда адамлар хырсызлануы Қырым татар региональ милли медени мұхтариетінің рейсі Эвас Умеров бұл сөзлеріні бош ве провокацион деп адлады. Меджлис азалары өзлері 5 ел девамында Қырымға ве оның секенлеріне чешет қамачавлар тешкілетелер. Украинада экстремистик шекілленулерде есе Суриядеки террористик дженгте иштирак еткенлер вечоқысы девлет тешкілетларында ясақ етілген Хизбут Тахрир азалары әрекет етелер. Жемаатчының фикіріне көре бүгін Русия дүнияда терроризмнен күреште эсас құветлерден бірадыр. Пан Чубаров дүния лидераны Русия террористик девлет оларақ танымаға риджайты. Ақылсызлық ве параноидаль фобия көріне. Украинада бір sıra эрбапларыны террорист деп танымақ доғыру олса керек. Олар чоқ вақыт девамында өз гражданлары саясетчі ве жемат эрбапларыны өлдірелер. Авропа Қырым пропискасы олған адамларға низбетен виза геноциды сиясетіні девам ете. 2014 сене март айында Евросоюз ресми шекілде Русия территориясында яшаған ве Русиялы паспортларына алған Қырым секенлеріне Шенген визаларыны бермеге ясақ етті. ЕС тешкелятында білдірділер ки Қырымлылар Шенген визасыны тек Украин паспортларының Киевде елде білелер. Бүгін бұл вазиетні Жумхурiyet акимиеті насыл тефсір еткен ақтан невбетті келіп хамыз. Авропа Қырым пропискасы олған адамларға низбеттен виза геноциды сиясетіні девам ете 5 ел девамында ЕС дәресі халқара мейданларда Қырымдаки реал вазиет ақында Қырымлыларға фікір білдірмек имканını систем шекілде бермейлер. Бұл заман есе ғарбер баплар ве кейф мемурлары бұясақ белі бір шақызларға айтылмаған ақта индемейлер. Бұл Қырымда террористик актларға ачықайдың чағырғанлардар. Ве олар Киевге көз бояма керек олғанлары себебінден азатлықта бұлыналар. Используют крымских татар исключительно в качестве топлива для того, чтобы, сгорев окончательно, согреть западные институции, которые, по сути дела, набили руку и искусно используют по всему миру национальный либо религиозный фактор для дестабилизации и попытки стирания признаков национальной государственности. То есть это, по сути дела, открытое вмешательство во внутренние дела с использованием национального и религиозного фактора. Бүгін Ярмадада яшаған Қырым татарларының саясы Украинаға баққанда юзлерже, беңлерже зияде. Украинада бұлынғанлар кіріш визаларының елде тұвыны белгілеп, милетіміздің ұқуқларını бозалар. Тамам бойле меселеге милет телерадиоширкетінің мудиры Эрвин Мусаев расткелді. К сожалению, я на себе лично испытываю те трудности, когда есть возможность и желание участвовать в международных конференциях, выступать на международных площадках, рассказывать о том, как работает наши средства массовой информации, как мы развиваемся, куда мы движемся, какая в общем общественно-политическая и общественно-социальная ситуация в республике. Работа проделана колоссальная, но еще многое предстоит сделать, мы это понимаем, движемся в этом направлении. И хотелось бы делиться своими достижениями, своими успехами с международной общественностью, чтобы донести до них правду о том, как меняется сегодня Крым. Ден саясеттен тыш 5 ел девамында Русиялы Қырымда 2000 ден зияде Қырым сакена жылыққа yol алды. Саудия Арабистаны Евросоюз ясақларында иштирак етмей. О виза қарарларыны ясақ етмектен ғайра жылық квоталарыны арттырды. Саудовская Аравия показала нам и показала в работе то, что хадж вне политики и паломники из Крыма свободно могут выехать и приехать совершить обряды хаджа. И даже в этом году у нас была основная квота 600 мест, и выделилась еще дополнительная квота 200 мест. И слава Богу, Аллах шкур, все 800 человек выехали в хадж и вернулись на родину.
2014 март айында Евросоюз Русия территориясында шыған Русия паспортларını алған Қырым сәкенлеріне Шенген визалары берілуіні ресми шекілде ясақытты. ЕС идаресінде білдірділер. Олар тек Киев тарафындан емде Украин паспорты olған вақыт Шенген ала білелер. То есть мы, крымчане, сегодня находимся под очень таким пристальным вниманием со стороны этих стран, которые выдают визы. И даже у нас были случаи, когда представители нашей общины не могли поехать в Республику Болгария по приглашению общественных организаций, мотивируя тем, что Крым нужно получать визу непосредственно в посольстве Республики Болгария. Қырым хакимиетінің векілер айтқанына көре мәлімат қамачавы яқын вақытта тоқтатылacak. Чүнки Қырым сәкенлеріне низбеттен ЕС әрекетлері қанунсыздар. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Милет Ичон. Джанкой районында белі Қырым татар жемаат сияси әрбабымызға шайыр Қырым, Лихистан, Литвания ве Ақ Русия мұсылманларының муфтisi Номан Челебиджиханға тантаналы шекілді абиде açılды. Мерасимде акимиет векілері, жемейчілер, алимлер ве ожалар топландылар. Номан Челебиджиханның туған бұйық сонақ койы yok oldu. Шу себептен қомшу күчік алқалы көйінде Медениет Эванын мейданында тунч бюст ерлештірілді. Реабилитация hakkında справкалар elde etilivi, Ulu Vatan Jenki qaramанларына eykeller yerleştirilivi, yanı yollar kuruluvi. Böyle suallerinin Kurman rayonunun sakinleri Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek'e müracaat ettiler. Bu meseleler nasıl çözüleceği Aqtan Nevbetті Келев хамызда білерсiniz. Нури Мирвалиев Devlet Дума мебусы Руслан Балбек Хурман хазабасында кечірген гражданлар қабулына келді. 85 яшылы нефақачы Улы Ватан Jenki харамаларына бюстлер ерлештірмеге теклиф еті. Бұ теші бюснен ойынды район мемориетіне мұражат етті. Енді абеделер ерлештірілуінің мұддетті белгілемеге істей. Қырым татар қартлар Советі старейшінде біздер участвовать еттік. Оның үшін де біздер Bunda Kurman'da ne kadar adamlar cenke ketken, onların içinde ne kadar bilgili adamlar, aytullu adamlar, giroylar var. Onlara bizler bunda bu aleye Славы. Бюстлер ерлештірілуіні бойынша іш группасы ерлештірілді. Бұл адамлар қатара алиясы үшін ер белгіледілер. Ухурман районының мемориеті янында ерлештірілежек. Сергей Валерьевич берет под контроль этот вопрос и планирует в 2020 году начать работу по выделению средств и изготовлению бюсту и размещения здесь в парке поселка Красногвардейской. 80 яшлы Диляра Сейтосманова реабилитация хында справка алмаққа ярдым сорай. Сүргінлік деварынды оның ана бабасы әлі қолды. Эпса весихалары жойылды. Узбекистанда о оксюзлер евінде тербиеленді. Таких, как я думаю, очень мало осталось. Хочется, чтобы знать, когда, чего и какая-то помощь со стороны государства получить. Диляра Сейтосманова үшін реабилитация hakkında справка elde etілуі Devlet Duma мебусы Руслан Балбек шахси незаретіне алды. Дело в том, что человек обращался в последний раз до 2017 года, и ответы, которые он получил, связаны с тем, что Узбекистан не отвечал на запросы ни МВД, ни заявительницы. Поэтому данный вопрос мы возьмем на контроль. Дело в том, что после смены руководства страны вот Узбекистан отвечает теперь своевременно. У нас с этим проблем нет. И я думаю, что здесь мы также окажем помощь и содействие. Екі саатлық қабул девамында Руслан Балбекке ondan зияда адам мұражат етті. Мебусының адлейджесі бір суал бойынша меселелеріні анлатты ве гражданларының шақси мұражатларыны парламентарийның қабул қанесіне yollanıldı. Мухаммед Зикриев, Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, Милет Ичон. Жанкой шәрі 102-ші доған күніні қайдеті концерт программасы фаал шәр сәкенлерінің мүкефатлануы ве байрам салюты. Меркези мейданда 100-ден зияды инсан топланды. Бұл ерде бізді мұхберіміз Севиля Меметова болынды. Ростислав Майстренко Жанкойде доғды ве усы бойыды. Мектеп чағындан берле фаал арби ватанпервер ишнен ұғраша. Шәр байрамында оны ве оның сыныфдашларыны фахри медалернен тақдирлейлер. Одна медаль у меня уже есть.
она тоже называется «Юный защитник Отечества», только это орден. Вот, в этот раз будет от морского флота медаль. Шернан меркези мейданында 100-ден зияде сакен топланды. Концерт программасы ве ярмалық тешкілетілді. Бұ ерде милли емеклер ве қырым милетлерінің киімлері тақдим етілді. Мы видим, что из года в год наш город преображается, становится краше. У нас строятся новые микрорайоны, у нас восстанавливаются дороги, потому что инфраструктура была разрушена за предыдущее время нахождения нашего Крыма в составе Украины. И сегодня мы видим значительный вклад, скажем так, в развитие нашего непосредственного города. Табин 917 сенемында кичек койды. Бүгін есе Жанкойде 39 бинге якын адам яшамақта. Шерде кой хожалығы фаль шекілде инкишаф етмекте. Шер иктисадиетінің инкишафына демир йол муим исе қоша. Вся жизнь городская кипела вокруг локомотивного депо, железнодорожного вокзала, станции Джанкой и постепенно развивалась до сегодняшнего состояния. Город является узловой станцией на сегодняшний день. С запуском Крымского моста и железнодорожной части Крымского моста опять будет полноценно выполнять свою функцию узловой станции на севере Крыма. Акимиет шер микрорайонларны кенешлетмегеве абаданлаштырмаға планлаштыра. Фатиме Сейдаметова, Севиля Меметова, Асан Зивадинов, Милет Ичун. Халк йырлары, ойынлар ве амели суслю санат медениеті сергісі. Ахмеджетте Гагарин Раатлық бақшасында Абжын 2019 адлы Украин медениетінің фестивалі олып кечті. Байрамда 100-ден зияды инсан бұлынды, оларының арасында бізі мұхбірлеріміз де олды. Санада барыня сударыня адлы рус халк ері Янгырай Қырымның 20-ден зияды фольклор коллективі Қырым сакенлері ве мусафрлері үшін чықышта бұлыналар. Гагарин Раатлық бақчасында обжеге 2019 адлы Украин берекет Джилув байрамыны қайт етілі. Мы отмечаем обжинки, что означает окончание жатвы. Для земледельцев это очень большой праздник. И последний сноп, который они собирают с поля, он самый важный, самый почетный. Мусафрлер үшін ойын ве ерлар азырланды. Мойлев қоқларыны ярмалығы açıldı. Оларының uzun saçları devamlı ailevi omura. Kadın dülberligi ve kuchini boyunjaqlar zenginlikni kolmek ise nesiller arabasında bağlı temsil eti. Bu bayram tek slavenlarını değil de hepsi Kırım halklarını birleştiriyor. Ukrayn medeniyeti festivali Yarımada'da endi üçüncü keresi geçirili. Большой интерес вызывает население. Вы видите, какое сегодня яркое и прекрасное мероприятие, которое позволяет объединять всех. Задача наша в том, чтобы каждый народ, никто не оставался в стороне и, конечно же, всем делился. Тедбар мусафирлері әмді Украин тоқуматчылық адетлерінен таныш олалар. Әвеллері кетен эшяда қолларнен тоқулайды. Байрам тарихы кечмішнен бағылы берекет Джилова славянлар турмушында әр вақыт бұйық роль ойнайды. Бұ топыраққа урмет Костерев куныдар. Планируем сделать наш фестиваль обжинки традиционным. Мы хотим отметить 4 года и на 5-летие, конечно же, уже отметить более масштабно, более грандиозно. Yüzlerce musafir halk kezintilerinde iştirak etti. Bu emşen emde bilgi artırıcı tedbir oldu. Slaven halklarının urf adetlerinin yakınca tanışıp yan-yanaşa yaşayan etnoslar arasında muhabbetlik olması için mühimdir. Muhammed Zikriyev, Diana Bekmambetova, Akim Bekirov, Millet için. Бүгінге bu eposi haberler Millet telekanalından ayrılmanız, hayırlı akşamlar.